Әлем бойынша вирусты жұқтырғандардың саны шамамен 12 миллионға жетті. 500 мыңнан астам адам қайтыс болды. Елімізде індеттен көз жұмғандар саны 300-ге жуықтады. Көптеген елдердегі жағдай бізден де қиын. Дегенмен, әр қазақ менің жалғызым дегендей, әр азаматымыздың қазасы менің жүрегіме қатты батады. Мынау алапат індет арамыздан талай асылдарымызды жұлып әкетуде. Бүгінде қара жамылып отырған азаматтардың қайғыларына ортақтасып көңіл айтамын. Сол үшін 13 шілдені ұлттық аза тұту күні деп жариялаймын. Батпандап кіріп, мысқалдап шығатын ауыр дерттің ұлт үшін салмағы зілде екен анық. Бұл Қазақстанға бір ауыр жағдай келіп тұр. Бір індет ауру бұл өте қиын жағдай болып тұр. Өзі жолдастарымыздан, туыстарымыздан, таныстарымыздан кетіп атқандар бар мінекей. Оған енді менімше үкімет енді шамасы келгенше істеп атқан шығар. Жұмыстарды бірақ әлі де болса да істейтін шаруалар көп. Өз азғантай ғана халықпыз. Соны бір енді сақтап қалған дұрыс қой енді. Қазақстан тәуелсіздік алғалы осымен 9-шы мәрте қаралы күн жариялап отыр. COVID-19 әлем тарихындағы 18-ші пандемия. Коронавирус індетінен көз жұмғандардың рухын аза тұту күні алғаш рет 4 сәуір күні Қытайда жарияланған екен. Ал Америка құрама штатында 21 мамыр күні онлайн аза тұту ұйымдастырылды. Американдықтар әлеуметтік желіде індеттен көз жұмған таныстары мен туыстарының тізімін жариялай бастады. Жергілікті ақын Алмас Темірбай да өз бастамасымен әлеуметтік желіде осындай тізім жасауды қолға алған. Қаншама белгілі тұлғалар дүниеден өтіп жатыр. Ішінде актерлері бар, әншілері бар, ғалымдар бар, мықты журналистер бар. Менің тізім бойынша бір сол Фейсбукқа жарияланған тізімде бір 55 адамды айттым. Артынан Жаңаөзеннен хабарласып жатыр. Bir досым айтады, бір күнде 21 адам кетті дейді. Мысалы, Таразда да айтып жатыр, солай 10-20-дан күніне қайтып жатыр деп. Бұл енді қазақтың басына төнген бір нәубет болып тұр ғой. Ел басына төнген нәубеттің бетін қайтаруда ел болып бірігіп бекем болған жөн. Мемлекет басшысының да айтар сөзі осы. Ердігүл Дадбасқызы, Бауыржан Смағұлов, Абай Төлеген, Көкше ақпарат.